Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі сочный манты жасаймын. Рецепттің соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғанша мантының салмасын дайындаймыз. Етті ұсақтап тураймыз. Қолмен туралған ет мантының дәмін ерекше етеді. Өз қалауыңызша картоп қоссаңыздар да болады. Мен көп мөлшерде пияз қостым. Оның дәмі ерекше етеді. Дәміне қарайып тұз, бұрыш және жұмсақ қосып жақсылап араластырамыз. Қамырды жайып 4 бұрышты қылып кесеміз. Әр бөлікке салманы салып шығамыз. Енді мантыны әдемілеп түйеміз. Бұл кезеңде асықпай мұқият жасаған дұрыс. Дайын мантыларды мантываркаға салып, орналастырып 40-45 минут пісіреміз. Сочный мәнтіміз дайын.